Әйгілі испан суретшісі, график, мүсінші, режиссер, жазушы Сальвадор Далиді білмейтін адам кемде-кем шығар. Иә, олай болса, әйгілі суретшінің бір топ қанатты сөздерін көрермендер назарына ұсынсақ қалай қарайсың? Мен сенімен тоқтай келсем, менің атым Сальвадор, құтқарушы. Мен қатерлі техникамен дарынсыздықтың гүлденген тұсында өнерді өлімнен құтқару үшін жаралдым. Барлық данышпандар жер жастанған кезде тәкаппар жалғыздықпен бірге қаламын. Мен ылғида өзгелер көрмегенді көрдім, бірақ олар көргенді көре алмадым. Қателік Құдайдан. Оны түзеймін деп әуре болмай қойыңыз. Керісінше, оның байыбына барып түсінуге тырысыңыз. Менің суреттерім өмір және азық, қан мен тән. Бұдан ешқандай да ақыл мен сезім іздеп әуре болмаңыздар. Келесі ғасырда Леонардо да Винчи екеуміз бір-бірімізге қол созатын боламыз. Ал енді қылқалам сыры туралы бейнесюжетке барлығымыз назар аударайық. Қылқалам сыры айдарының бүгінгі кейіпкері кескіндемемен гобелен өнерін қатар алып жүрген Құндыз Жылыбаева. Басқа ескезді жасап отырғам, оны енді тоқиын деп жатқан кезде, оны мүлдем тоқығым келмей қалып, мынау бірақ шығып кетті жарты сағаттың ішінде. Тез-тез жасалды да, сол тоқылып шықты. Құндыздың тоқыған, салған еңбектерінің барлығы қасқағым сәтте туындаған жұмыстар. Шығармашылық жанның басқаларынан ерекшелігі де осында. Тәуекелшіл, ештеңеден қорықпайды, жасқанбайды. Марқұм Дәркембай аға мені Батима Заурбековамен таныстырды. Сол кісінің үйіне барып, осы гобелендерді көрген кезде маған өте бір ерекше бір не берді, талпыныс берді. Тіпті далаға шыққан кезде әлемнің бәрі гобеленнен тоқылғандай болып көрінді маған. Бір айдай солай жүрдім. Батима Заурбекованың мектебінен өткен Құндыз 5 жылдан бері гобелен өнерімен кәсіби тұрғыда айналысады. Арасында қолына майлы бояу алып, қазақтың сайын даласын кенепке түсіреді. Құндыздың атасы Жылыбай ұста болған кісі. Бойындағы өнерге деген ықылас сол кісіден дарыған. Кейбір адамдар енді өмірді сондай басыңқы түспен көретін болса, мен әрқашан көргім келеді, или арманым ба, жарық әртүрлі түсті реңктерді көрем өзім. Сондықтан әрқашан соны қолданған кезде сол қолданып шығады екен. Қазір Құндыз Жылыбаеваның мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында серпіліс деп аталатын жеке көрмесі өтіп жатыр. Бұл менің өнерде жеткен жетістіктерімнің басы ғана, әлі де алар асуларым алда дейді суретші. Көрмеге 4 жыл дайындалыпты. Бұл менің бірінші көрмем, бірақ енді тоқтай алатын сияқты емеспін бір шетінен, өйткені әлі көп идея, ойлар көп толып жатыр ішінде, сондықтан олардың бәрін шығармаса болмайды. Енді Құндыз Жылыбаеваның ерекшелігі бейнелеу өнерден әрбір дүниенің тылсым болмысын нақты көрсетуі. Ол мәнерге байланысты емес, қалай жазуды емес, сондағы бір энергияны, қуатты көрсету. Сол жағынан ерекшеленеді. Содан кейін мынау бояу алысы, колориттік реңдерінің кеңдігі, оны қолдана білуі. Құндыз арманы асқар, талабы асқақ жан. Еңбектерін тек Қазақстанға ғана емес, әлем жұртына паш еткісі келеді. Ендеше армандарың орындала берсін. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Жаңа күн.